Менің анам өмірден өтерден бір жарты жылдай бұрын менің Еркін деген досымның анасы қайтыс болды. Сол кісінің енді жаназа асында тұрмыз ғой, енді сөйтіп Ерекеңе көңіл айтып жатырмыз бәріміз. Ереке бекем бол, арты қайырлы болсын, жәннаттық болсын деген сияқты сөйтіп көңілімізді айтып тарқастық. Арада біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы менің анам қайтыс болды тағын жаназаға келген Еркінді көріп, Еркін досымды көріп, шын құшақтап көңілімді қайтадан тағы білдірдім да: Ереке, мен сіздің қайғыңызды енді түсіндім, негізі бұған дейінгіміз бір жай гәп екен деген сияқты. Арада тағы бір жарты жыл ма екен, бір 7-8 ай өткен кезде менің Нұрбек деген бауырым бар, сол кісінің анасы да өмірден өтті. Сол кісінің жаназасында тұрсақ, Нұрбек мені көріп айтып жатыр да: Ерлан, мен сенің қайғыңды вообще енді түсіндім, сені енді жүрегіңдегі жараны сезіндім дейді. Айтайын дегенім, сол анаңнан айырылу деген бір ауыр қайғыны шын жүректеріңізбен, болмыстарыңызбен өткізіп түсінбей тұрып, аналарыңызды құрметтеп қалыңыз.